Сәлем достар, құрметті тыңдаушылар, сіздермен бірге әңгіменің тиегі подкасты. Және мен Ағзамхан Ақбаян. Бүгін біз өте қызықты тақырыппен бірге сөйлесетін боламыз. Тақырып шетелде білім алу. Бұл тақырып көптеген жастарды, ата-аналарды және болашаққа сенімен қадам басқысы келетін кез келген адамды қызықтыратыны сөзсіз. Солай ма, Әйгерім? Сен ойыңша шетелде білім алу ол қалай? Ақбаян, мен шетелде білім алуды өте сондай бір студентке, жастарға өте үлкен тәжірибе жинайтын сондай мүмкіндік деп білемін. Әрине барлығымыз білеміз, шетелде оқудың өзінің минустары да, плюстары да бар. Бірақ сонда да студент өзі шетелде білім алатын болса, ол не деген жаңағы дәстүр, жаңағы қалаларды көреді, жаңағы адамдармен танысады, олардың тілдерімен көрседі, байланысады. Осының барлығы мен үшін сондай бір үлкен тәжірибе деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Мен саған келісемін. Ал Қарақат, сен ойыңша бұл қалай? Мен ойымша шетелде білім алу деген біздің болашаққа бір қадам басу деп ойлаймын. Себебі әр елдің, әр мемлекеттің өзінің дәстүрімен танысу, оны көру, көзбен көру, ол бәрібір де басқаша сезімді қалдырады. Сол үшін шетелде оқу қазір сұранысқа ие мамандық емес, ие деп білемін. Себебінде әр жастың арманы шетелде оқу. Мен ойымша солай. Менің де арманым дейсің ғой? Иә, мен де арманым, мысалы шетелде оқу. Мен мысалы Европаға барғым келеді деген сияқты ғой. Мысалы Италия, Париж деген сияқты. Иә, жауабыңа көп рахмет. Вазира, сен ойыңша ол қалай? Менің ойымша шетелде оқу, яғни басқа мемлекетті көру, яғни өзің күнделікті жағдайдағы бір болып жатқан заттар бар ғой, олардан тым уже прям 180 градусқа ауысып кетеді деп айтсам да болады. Яғни басқа мемлекеттің, яғни салт дәстүрлері болсын, немесе дәл сабақтың өзінде сабақ өтілуі басқаша болады. Например, басқа мемлекеттерде сабақтың расписаниясын өзің таңдап алсаң болады да, ал басқаларда вообще өзі университеттің өзі қойып береді дегендей ғой, сондай. Бұл күшті. Ал шетелде оқу тек қана, мен ойымша, ол тек қана жаңа білім мен дағдыларды ғана алу емес, сонымен қатар басқа мемлекеттерді тану, олардың мәдениеттерін тану, әлемге деген көзқарастарын кеңейту, және өзіңді жаңа ортада бейімделу, жаңа ортада өзіңді дамыту деп ойлаймын. Мен ойымша шетелде оқу, мысалы бір тілді білмей бір жаққа түсіп қалсаң, мысалы алатын болсақ, ол тілді өзің үшін үйреніп кетесің. Себебі ол практикада сенде күнделікті кездеседі. Практикада кездескеннен кейін сенің үйренуің де тез болады. Мысалы өзің үшін үйренесің, хочешь не хочешь деген сияқты ғой, үйреніп кетесің солай. Тілді бір жағынан практика жүзінде жақсы үйренесің, чем кітаптарды ақтарып, ананы бір көріп, мынаны бір көргенше солай бір мысалы білмейтін француздардың ортасынан түсіріп тастаса, сен өзің үшін француз кейде тез үйрене аласың деген сияқты. Потому что сен тамақ жеу керексің, күн көру керексің, сабақ оқу керексің, дальше больше деген сияқты. Солай кете береді достар. Иә, осыған байланысты мен бір қызықты ақпарат айтып кетсем, тіл білуге байланысты Қытайда бір оқитын жас студент алғаш рет Қытайға оқуға түседі. Сосын университетіне баратын жолда бір таксиге отырады. Бірақ ол Қытай тілін білмегендіктен, таксиге қайда баратынын түсіндіре алмағандықтан, ол қаланы 3 рет айналады да, ақшасы 4 есе көбейіп кетеді екен. Содан кейін дәл осы уақыттан кейін, 1 жыл уақыт өткеннен кейін ол қатты кәдімгідей Қытай тілін меңгеріп алып, дәл сол таксиге қайтадан отырады. Бұл жолы ол дұрыстап сөйлеп, қалыпты бағада жеткен. Бұл оқиға тіл білудің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Еще таксистерді жүре береді, о счетчигін қосып қойып, айналдырып, қаланы ойын айналсаң да олардың ақшасы шықса болды. Так что алданып қалмаңдар достар. Иә, именно осы тіл үйренуге байланысты, например, біздің университетте лингвистикалық орталық бар ғой. Яғни ол жерде араб тілі, Қытай тілі, түрік тілі, яғни соларды үйреніп, яғни университеттің бізге берген мүмкіндігі деп айтсақ та болады. Например, өзімді айтатын болсам, мен өзім түрік тілін сол жақта үйренгенмін. Яғни ол жақта тағы ағылшын үйренсек болады. И ағайлардың өзі де, например, түрік ағайлар. Сен ол жерде өзіңнің түрік тіліңді прям күшті етіп жақсы дамытасың дейсің ғой. Сондай. Еркін сөйлесесің. Иә.
Негізі жаңа қыздар айтып отқандай, біздің осы Түркістан облысындағы орналасқан қазақ-түрік халықаралық университетінде, яғни халықаралық қазақ-түрік университетінде осы шетелде білім алуға негізі бізде мүмкіндік өте көп. Өзі академиялық ұтқырлық бар бізде. Erasmus бар еще. Оның барлығы негізі өте бір сондай керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі бұл енді біздің ғана университетте бар деп айтпаймын, енді бұл барлық Қазақстанның университеттерінде бар. Бірақ бізде көбіне андай қалыптасқанда ше. Шетелдің көп нелеріне барса болады, көп еще бізде екінші диплом береді. Осылай мақтанып кетеді арасында бар енді. Мен сендерге бір сұрақ қойсам, егер сендерге шетелге оқу мүмкіндігі туып тұрса, қандай ел таңдар едіңдер? Париж. Limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Вайб ұнайды, ана круассанмен, кофе ішіп, отырасың, билетка киіп алып, басына кайф қой. Ал мен Кореяны таңдайтын едім. Бақ Чимин деп жүретін едім. Ал мен Американы үшін таңдайтын себебі ол жақта атмосферасы өте бөлек. Анда бір өлең бар ғой, Нью-Йорк. Сондай атмосферамен жүргім келеді негізі өте күшті. Ояқта, во-первых, мен өзімнің ағылшынымды сол жақта пациент еткім келеді, яғни көтергім келеді ол дәрежесінше. Және де ояқта өте прям күшті. Енді маған Таймс-скверде бүйтіп өзіңмен өзің жүрсең кайф емес па негізі? Кайф. Аха, Айгерім, тура осы сәтте айтсам, мен интернеттен көріп қалғаным бар. Кейбір елдерде оқу стилі біздікінен мүлде басқаша. Мысалы, біздің елде оқытушылар студенттерді көп қадағалайды. Ал Еуропада немесе ақш-та барлығы өзіңе байланысты. Тапсырма беріледі, орындама өз еркіңде. Ол да бір қызық айырмашылық деп ойлаймын. Оқысаң оқысын, оқымасаң оқыма деген. Газира, сен? Вот мен Турцияда оқығым келген, яғни сенде қазір Европаны айтып жатсыңдар, Корея, Париж деп жатсыңдар. Оларды тоже күшті, бірақ мен ол жаққа саяхаттау үшін барғым келетін еді. Эйфелевый башнямен суретке түсу, андай влогтар түсіріп. Ал Турцияға баруымның себебі білмеймін, ол жердегі мен атмосферасы ұнайды. Еще бізде қазір сабақтар қазақша болады ғой, ағылшыннан басқа. Вот соларды мен түркше болғанын қалайтын едім. Түрк достар табып, сондай андай мосттың алдында, короче, түркше жігіттер, түрік қақпасы деп қоясың ғой. Лавашпен, дөнөк, смит жеп, шай ішіп. Ал достар, біздің келесі сұрақ, сендердің туыстарың немесе достарының арасында шетелге барып білім алып келгендер бар ма? Менің сестрам бар, білім алып келген шетелден. Жадыра тәте, осы подкастында отырсаң, привет десең, ол Японияда, қазір өзі Японияда тұрады. Бір японецке келді шығып алған. Еще балдары бар, 2-3 баласы бар уже. Келеді ғой, айтады да, ол өзі Японияда оқығаннан кейін айтады, Японияда бәрі дамып кеткен, тем более Япония ол. Техника особенно қатты дамыған. Мысалы, бізге гироскутердің өзі 2015-терде келді, ол жақта давнодан бар, ол кезде анандай бар ғой. Екі аяққа екі бөлікке киіп алады, жүйіп жүреді білген. Күшті. Мысалы, Японияда сондай нәрселер дамығаннан кейін, уже білім қатты дамыған десек болады, айтады. Еще айтады, бізде лекцияларда айтатын, типа андай болады ғой, үлкен доска болады, LED экран сияқты сондайларда отырады. Студенттерді, мысалы, лекцияға қатыстың, қатыспадың демейді. Оларды уже айта береді, бірақ барлық айтқан маған, типа, диктофон болады, кішкентай диктофондар болады ғой, алып жүретін, сондай алып басып алып, лектордың дауысын жазып алатын еді, себебі лектор айтып кете береді да. Из-за этого соған тоқтамайды. Бірақ сен лекцияға келдің, сен келмедің деген тема жоқ да, мысалы, айтып қарасаң деген сияқты ғой. Оларда өйткені адамдар негізі өздері таңдайды да, жаңа оқи ма, оқымай ма. Көбісі ойлайды негізі осы
жаңа айтып отырдық қой біз тіл деп. Негізі біз өзімізде естерінде ағылшын тілінде осы тақырып өттік қой, көп ағылшындар басқа тілдерді үйренбейді, себебі олардың тілін басқа өзге елде біледі. И сол себептен де олар басқа тілдерді меңгергісі келмейді, себебі любой елге барса ағылшын сөйлейтін адамдар табылады және сол арқылы жаңа байланыс құралады. Мысалы біздің арамызға бір орыс келсе, бәріміз орысша сөйлеп кетеміз, бір ағылшынша келсе, бәрі ағылшынша сөйлеп кетеді. Ол негізінде жақсы деп ойлаймын, себебінде тілдік деңгейін көтеріледі. Одан еш жерің кем қалмайды деген сияқты. Мысалы біреулер бар ғой, мен сөйлемеймін, сөйлесін деген сияқты ұялып, наоборот, соны білген дұрыс деп ойлаймын да. Себебінде сен бүкіл жерде кругозорың кеңейеді, оның анау-мынау деген түсінесің. Көрдіңіз бе достар, сіздер байқағандарыңыздай негізі шетелде білім алудың плюсы өте көп. Жаңа айтып отқанымыздай не только жаңа білім жағынан емес, елді көресіздер, жерді көресіздер, мәдениетімен танысасыздар, салт дәстүрлерімен танысасыздар, және де көптеген жаңа адамдармен таныстық жүреді. Бұл вообще күшті. Қарақат, сен сонда сол оқып сонда тұрады ғой сол жақта, сол әпкең саған өте үлкен мотивация беретін шығар, иә? Себебінде Япония деген ол бір күшті мемлекеттердің бірі ғой, былай қарап отырсаң ше. Ең дамыған, таза мемлекеттердің бірі. Бізге айтады, бізде жаққа келіңдер Японияға дейді да, виза жібер, барамыз деп айтамын. Визамен шақыр, барамыз деп. Тағы кімде бар? Менде бар. Мен айтып өтсем, ол менде таныс қыз, осы университетте оқиды. Ол осы университеттің берген программаларымен Польшаға кеткен болатын. Тема. Я еще оның өзі грант оқығаннан кейін сол жақта да грант ұтып алып, миллион не алды. Вообще тема ғой. Стипендия алып отырды. Богачка. Стипендия алып отырды. Және де оларда ол өзі Европада орналасқаннан кейін әртүрлі мемлекеттерге барып келді. Сол жердің өзінде Вьетнамға барды, Швейцария, Италия, Париж, барып келді. Прям барып келген ғой. И плюс оған қосып айтатын жайт, ол бізде оларда расписаниясын өздері таңдайды екен да. Например, понедельник күні вообще сабақ айтпай не істеу мүмкін да, ешқандай сабаққа кірмей. Иә, ал басқа күндері, например, таңнан кешке дейін сабақты оқуы мүмкін екен, оказывается. Өздерін мысалы басқа жерлерді көру үшін бір күнге сабақтың бәрін қойып тастайды, зато басқа күн қыдырады десе. Ол сонда университеттің несімен кетті ғой, Иә, программасы бар ғой. Соған кетті. Осындай бізге мүмкіндіктерді беріп жатқан университетте оқып жатқан ма? Ризам. Ясауи десің де. Ясауи. Осындай көптеген мүмкіндіктерді беріп жатқанына алғысымызды айтамыз. Және де бізде болашақта сол көптеген шетелдерде білім алуды, қыдыруды бұйырсын. Иә, бізге де бұйырсын. Достар, мен сендерге қоятын келесі сұрағым, егер сендер шетелде оқып жатырсыңдар, сендерге кенет бір қиындыққа тап болдыңдар, ондай ситуациядан қалай шығасыңдар, немесе дәл сондай ситуация естігендерің бар ма? Иә, Ақбаян, бұл сұрақ өте орынды деп ойлаймын, себебі әрбір студент шетелге барған кезде қиындыққа тап болмайды деген ондай түсінік жоқ. Әрине, әрбір адамның басынан түрлі оқиғалар өтеді. Негізі ондай ситуацияға тап болған кезде біріншіден ақылмен ойланып шешу керек. Және де менің ойымша, енді менің түсінігімше, әрдайым жаңағы ата-анаңмен байланыста отыру керек, себебі ол кісілер сен үшін уайымдайды. Біріншіден, екіншіден ол кісілердің ақылы саған сол төніп тұрған мәселені, ситуацияны шешуге көмек береді. Және де осыны айта кетсем, менің есіме бір оқиға түсіп кетті. Оқиға дегенде ол жаңалықтарға шыққан негізі. TikTok желісінде отыратындар бұл жаңалықты мен біледі деген үміттемін, себебі бір-екі қазақ қыз негізі Америкада оқу алып, яғни білім алып жатқан сәті ғой енді. Сол жерде бізде TikTokқа шыққан еді, мен соны көріп, кішкене жаңағы күліп, кринжовать еттім. Олай ғой негізі. Жаңағы екі қазақ қызы бір үйде тұрады, олар өздері әдемі үйде тұрады. Жаңағы өздері сабаққа кетіп, енді сабақтарына үйлеріне оралған сәтте олардың кровать, яғни үйінің ішінде кроватында төсегінде бір какой-то ер адам жатқан екен. И ол ер адам енді біртүрлі естілуі мүмкін, жаңағы шешім тастаған, енді жаңағы оранып алғанда, и шықпаймын мына үйден, бұл үй менікі деп жатып алған екен. Сол кезде жаңағы екі қазақ қызы не істерін білмеді, себебі үйлеріне бөтен адам кіріп, төсектерінде ұйықтап жатыр. Бұл сәтте адам енді реально қорқып қалады ғой. Және де бұл да жаңа Ақбаянның қойған сұрағына жатады, яғни сондай қиындықтар туса не істейміз. Және де ол қыздар әрине не істеді? Полицейскийлер шақырған, олар
жаңағы сұраған неліктен ол кісі сол үйден кетпей жатыр деп. Ол айтқан, мен осы үйде уже ұзақ уақыт бойы жатырмын, значит бұл үй менікі деп айтқан ғой. Дәл сол моментте олар бір үйде ұзақ 2 күннен артық тұрақтап қалса, ол үй солардікі болып кете алады екен. Иә, бұл негізі өте сондай несправедливый нәрсе, өте әділетсіз. Негізі ондай нәрселерге жаңағы шетелден келген студенттерге сондай бір қорғау мақсатында бір заң шығару керек деп ойлаймын негізі. Әйтпесе біз енді шетелдің заңын білмейміз ғой, мысалға бірінші рет барған кезде сен оның заңын білмейсің. И сондай нәрсе болған кезде әрине студент қапа болады. Мысалы, мен ойлаймын, әрбір студент өзінің құқығын қорғай білу керек, және де сол құқықты қорғау үшін заңды басқа жаққа бару үшін өз елімізде болсын жақсылап оқып біліп алу керек. Себебінде сондай неше түрлі адамдар бар, неше түрлі ойлар бар деген сияқты өзіміздің құқығымызды өзіміз қорғау керекпіз. Сол кезде шетелде ондай біреуге не болмаймыз да, мысалы жем болмаймыз. Солай өзіміздің құқығымызды қорғау арқылы тез ситуациядан тез шығамыз. Мысалы біз заңды білетін адам мен заңды білмейтін адам екі түрлі болады. Байқалады, мысалы заңды білетін адам четко өзінің талаптарын қойып тастайды, мен сөйткем деген сияқты. Ал заңды білмейтін адам мақұл, жарайды қоя салшы деп қоя салуы да мүмкін да. Сол үшін Құдай қаласа шетелге баратын студенттер заңды оқып алыңдар, бәрін біліп, сол универ туралы егжей-тегжейлі біліп алып барыңдар деген сияқты. Мысалы, біз өзіміз шетелге барған жоқпыз да, бірақ сол нәрселерді қарастыру үстіндеміз. Мысалы, қай жақта қандай адамдар бар екен деген сияқты. Біреу шақырса бармаңдар десең. Шетелде ондай өте көп болады. Мысалы, короче, мен бір подругам айтқан ғой, Турцияға қазір енді уже кетті, и оған, короче, түрік ағай айтқан. Если сенің түрік достарың типа үйіне шақырса или бір жерге қыдырады десе, олармен барма деп айтқан ғой, солай айтқан. Иә, негізі өте қорқынышты жағдай. Негізі қыздар естеріне біз ағылшын тілінде unusual law деген тақырыптарды аударып едік қой. Ол сол жердегі заңдарда өте күлкілі. Сол заңдар есіме түсті. Мысалы, сол заңдарға қараған, сол заңдардан көрі лучше басқа адамдардың несін көбейту керек сияқты, құқықтарын көбейту керек сияқты. Мысалы, сағыз шайнама, бұдақ қолын шашайтпа дегеннен көрі лучше мысалы сондай заңдарды көбейту керек сияқты да. Ана студенттің құқығын қорғау керек деген, шетел азаматының деген сияқты. Мысалы, бізде шетел азаматтық құқықтар қорғалған деген сияқты студенттер еркін түрде барады да. Мысалы, мен бір қызықты оқиға есіме түсіп отыр да. Менің бір таныс әпкем өздері 2015-2014-те шетелге оқуға түскен өзінің жарымен. Екеуі сол жақта оқыған. Еще ол жақта айтады, Турцияда оқыған ғой. Еще маған Шекер портокалы деген кітапты берген кісі сол жақта оқыған. Айтады, біз ол жақта жаңадан барып тұрмыз, біздің махаллемізде андай ешқандай не жоқ дейді. Кір жуатын машинкамыз жоқ, тамағымыз жоқ дейді. Сол кезде түрік кісілер оларға машинка алып берген, үйіне ремонт істеуге көмектескен, еще 1-2 айлық продуктыларын алып берген да. Еще кім бір қызы туылғанда, екінші қызы или үшінші қызы туылған кезде алтындар болады ғой, тиын алтындар, сондайларды сыйлық қылып берген. Бірақ оны олар кейіннен барып білген, что это бағалы зат екен, мысалы. Осындай қызық оқиға болған. Сонымен шетелде оқу тек қана диплом алу ғана емес, ол үлкен өмірдің мектебі. Ол сіздердің көзқарасыңызды кеңейтеді, жаңа достар, жаңа тәжірибені береді. Егер сіз шетелде оқуды армандасаңыз, ешқашан кеш емес. Ең бастысы біз мақсат қойып, оған қадам жасау керекпіз. Достар, енді біз подкастымыздың соңына да жетіп қалдық. Ал әңгіменің тегі шетелге баруға қорықпаңыздар. Шетелде көп мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктерді пайдаланып, алдарыңызға мақсат қойып, соған жетіңіздер. Всем бай!